Аймағымыздың қала аудандарында түлектер саябағы пайда болады. Мұндай ұтымды ұсыныс Қарағанды облысы әкімі жанындағы жастар ісі жөніндегі кеңестің кеңейтілген отырысында мәлімделді. Ашық пікір алаңына айналған жиында жастар аймақ басшысына айрықша жобаларын ұсынды. Отырыста тараптар ауылдағы жас буындарды тұрақты жұмыспен қамту және патриоттық тәрбие мәселелерін ортаға салды. Ертеңгі ел тірегі болатын бозбалалардың ұтқыр идеяларын әріптесім Жанбота Рахметуллаұлынан естіп білейік. Қарағанды облысы әкімі жанындағы жастар ісі жөніндегі кеңестің кеңейтілген отырысы бұл жолы емен жарқын ашық диалог форматында өрбіді. Отырыста облыс әкімі айшылық алыс елді мекендерге тұрақтамайтын жастарды жұмыспен қамтумен қатар, олардың қаржылық сауаттылығын арттырудың оңтайлы жолдарын жан-жақты қарастырды. Ал облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма басшысының айтуынша, жас азаматтар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 4,4%-ға төмендеген көрінеді. Сонымен қатар, жастар үшін керуені де жұмысына жеңді тұрып, белді буып қызу кірісіп кеткен. Аталған жарқын жоба оларды замандастары қатарлы еңбекке тартып, білім және кәсіп ашуына мол мүмкіндік береді. Бір жасты жұмысқа тұрғызсақ, сол жастар жылына жеткен жетістік деп білеміз. Жұмыс істегісі келмейтін, оқығысы келмейтін жастардың ниет үлесі де кеміп жатыр. Жастар жылындағы ең былайша айтқан кезде тақырыбы ол қолдау, сенім, мүмкіндік деген тақырыппен өтетін болады. Келелі кеңесте аймақ басшысы Ерлан Қошановқа жас буындар өз идеяларын ұсынды. Алғыр азаматтардың жобалары негізінен спорттық кешен мен ақылды жылыжай, робототехника, көшет отырғызуға бағытталған. Жұлдыз Мүбәрактың жобасы футбокс деп аталады. Қарағанды экономикалық университетінің студенті көп балалы және аз қамтылған отбасыларына көмектесуді көздейді. Осы мақсатта бой жеткен қаладағы сауда үйлеріне қайырымдылық жәшіктерін орнатпақ ниетте. Осы жоба барысында барлық жиналған азық-түліктер мұқтаж жандарға арнайы тізім бойынша жеткізіліп отыратын болады. Бүгінгі кеңес өте жоғарғы деңгейде өтті. Осында еркін кездесулер тағы да болып тұрса деген ниеттеміз. Облыс әкімі бізді қолдайды деп сенеміз. Әсіресе Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының курсанты Карина Байсейітованың өз ағашыңды отырғыш жобасы аймақ басшысын елең еткізді. Өз кезегінде Ерлан Қошанов бұл игі идеяны қуана құптады. Сондай-ақ облыс әкімі қала мен аудандардағы түлектерге тал егуді дәстүрге айналдыру жағын алға тартты. Тіпті қаланы көгалдандырып көшет отырғызу үшін қазынадан қаржы да қарастырылған. Алқалы жиында патриоттық тәрбие, жастардың бәсекеге қабілеттілігін жетілдіру мен жаңа технологияның тілін меңгеру мәселесі де мейлінше қаузалды. Ал елімізде жастарға қатысты жүргізіліп жатқан саясатты, мемлекеттің саясатын, елбасының саясатын сіздер арқылы жастарға жеткізіп, жүзеге асыруымыз қажет деп біз ойлаймыз. Осы уақытта бірлесе жұмыс жасауымыз қажет. Біз өз тарапымыздан сіздердің бағалы ұсыныстарыңызды қолдауға әрқашанда дайынбыз. Биыл Қарағанды облысында жылжымалы мобильді 13 бекет жұмысын бастаған болатын. 2 айдың арасында оның көмегіне 2000-нан аса адам жүгініпті. Жастар жылы аясында түрлі бағыттағы 320 шара өткізіледі. Бизнесін ашып тасын өрге домалатқысы келетін жас буындарға жас кәсіпкер бағдарламасына сәйкес 540 грант бөлінген. Бұдан бөлек осы жылы дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы бойынша елді мекендерге барған 5 маман жемісті еңбек етуде. Отырыс соңындағы облыс әкімінің ойы да жастарды бірлесе ілкімді істерді ілгерілетіп, туған жерін түлетуге, табандап тер төгіп, тамшыдай үлес қосу керек дегенге саяды. Жанбота Рахметуллаұлы, Әлжан Тілеуұлы, Роман Капылов, Сарыарқа телеарнасы.